команда. Өткен аптада бұл премьераны жасаушылар Оянда, Қонақта болды және көптеген жерде сұхбат беріп үлгерді. Ал бұл сюжетте біз нені білгіміз келеді? Дәурен Серғазиннің өз театрындағы қойылымдарын көрдік, ал Қалекейдегі режиссерлік дебюті қалай шығады екен? Маған қызық болып тұр. Және өзіне артылған жауапкершілікті режиссер артығымен сезініп жүр. Сын көз көп, Қалекейде жылына қойылатын таңдаулы 5-6 премьераның бірін мойынға алу оңай емес. Бұл жақтың көрерменінің қалай қабылдайтынын білмейсіз, әлі? Әлі білмейміз, өйткені бүгін бірінші күн. Қалай болады, сол ары қарайғы жұмыстарымыз, ары қарай қалай бағытта өрбейміз, қай жерін аламыз, қай жерін қосамыз, бүгінгі көрерменнің ықыласына байланысты, айтылатын сынға, пікірлерге байланысты болып тұр. Қаламсыз ба, сәлеметсіз ба? Қош келдіңіз, мақтап жүреді екенсіз. Туған күнге дәл келдіңіз. Жүріңіз, көрсіздік. Қойылымдарын үздіксіз трансформациядан өткізіп отыратын Дәурен мырза өзі сияқты перфекционист актерлерді жинап алыпты. Тіпті кейде оларға көз тиетіндей. Не ішіп алғам ғой, Мансұр деп, звездаларымыз бар ғой, Мансұр Серіков деген. Соларға фанаттар не әкеп береді, Red Bull, неше түрлілер. Соны ішіп алдық та, сосын артынан Ақжол горилла әкеп берген жаңа. Оны да ішіп алғам ғой, түк көрмегендей болып. Соны енді жүрегім тарсылдап тұрды. Қобалжығаннан ба, горилладан ба түсіне алмай жатыр. Содан горилладан, егер организміңіз үйренбесе? Соң көп су ішу керек сияқты қазір. Күшті жер тауып алыпсыз жатады. Сол бұйырған жерге жата кеткен ғой. Мансұр расымен жұлдыз. Әншілігі бар, киноға таңдап түсетіні бар. Бірақ театр, ол театр. Егер көңілімнен шықпаса, егер өзім ойнап кеткен бір рөлдер болса, онда мен бас тартамын. Егер көңілімнен шықпаса, сценарий шықпаса, маған қызық емес болатын болса, ол нәрсе мені заражать ету керек. Мен одан заражаться етіп, ары қарай жұмыс істеуім керек болады. Оны іздеуім керек, оны ойлануым керек, оны оқуым керек деген сияқты. Егер ондай болмайтын болса, маған қызық емес. Театрда да солай ма? Жоқ, театрда енді олай емес, әрине. Театрда спектакль қойылады, сен міндеттісің жүруің. Массовкада болсын, эпизодта болсын, қандай рөл береді, соған байланысты. Ал бүгін ол эпизодта емес. Жалпы бұл қойылымда эпизод деген жоқ. 6 рөлдің бәрі де басты рөл. Бір қызға, Жібек деген қызға 3 бірдей жігіт ғашық болады. Бірақ 3 түрлі адамның 3 түрлі деңгейде жақсы көруі, ашық болуы, бір-біріне мүлдем ұқсамайды, әрқайсының ойы, өзіндік, қалай айтады, шындығы бар әрқайсының өзіндік бір жақсы биіктігі бар махаббатқа деген. Бірақ Жібек бұл спектакльде де төлегенсіз қалды-ау. Жоқ, бұл трагедия емес. Арагідік көрерменді өзінің ғажайып әлеміне елтіп әкететін қиялшыл қыздың таңдауы. Ойландыратын таңдау. Бұл енді кішкене соғыстан кейінгі жылдарға арналып қойған. Біз енді кішкене бертін келе алдық. Бірақ ауыл қалады. Сондықтан ауылда өспесең, ауылдың тақырыбын қозғау қиындау болушы еді. Сондықтан бұл тақырып маған жақын. Көріп білгенім бар, айтар бәрін осы пьесасының айналасына оправданный дүниелердің бәрін қосып жатырмыз. Қызыл орамал жинарым үнемі аншлаг жинайды, неше жыл бойы, иә? Бұл спектакль қалай болады екен тағдыры? Қалай болжап тұрсыз өзіңіз? Мелодрама жанры біздің халыққа өте жақын. Енді жалпы біздің халыққа емес, жалпы адамдарға жақын дүние ғой. Сондықтан да аншлаг болады деп ойлаймын. Бұйырса болашақта да бола берсе екен да. Ол үшін біз жұмыс істейміз. Ал тақ кейіпкер еш әсірелеусіз елді аузына қаратты. Тек адамды идеал емес, адам болған үшін жақсы көру керек деген тұжырымды күте бергенім рас. Театрда жазылмаған бір заң бар. Тұжырымды күтпейсіз, өзіңіз шығарасыз.